Мен 4-2 А группа студенті Абдулла қызы Мәншек. Бүгінгі біздің түсіретін видеомыздың тақырыбы жедел аппендицит кезіндегі іштің пальпациясы. Ең бірінші пациентті ұзына бойы тегіс тастай жерге жатқызамыз. Пациенттің оң жағында отырамыз. Одан кейін аяғын тізесінен бүгін сұраймыз. Одан кейін қолын денесіне ұзына бойы параллель немесе кеудесіне қоюын сұраймыз. Себебі бұл іштің алдың қабырғасын босаңсыту үшін қажет. Одан кейін ішті ашып, жалпы формасына, көлеміне ұлғайған ба, ұлғаймаған ба соны қараймыз. Одан кейін бетке пальпацияға көшеміз. Бетке пальпацияны сол жақ мықын аймағынан оң жақ мықын аймағына дейін сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жасаймыз. Осылай жасау барысында пациенттің бетіне қараймыз. Себебі пациент егер іште ауырсыну болатын болса, өзгеріс болатын болса, пациенттің түрі өзгереді. Осылай жасап шығамыз сағат тіліне қарама-қарсы. Осыдан кейін іштің алдың қабырғасының кернеулігін, керілу симптомын анықтаймыз. Оны екі қолмен пальпация жасап, төменге қарай түсеміз. Осыдан кейін іштің терең пальпациясына көшеміз. Терең пальпацияны сол жақ мықын аймағынан тағы да сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жасаймыз. Ол үшін пациентті терең дем алып, терең дем шығаруын сұраймыз. Терең дем шығарған кезде қолымызды іштің үш қуысына қарай тереңірек енгіземіз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Одан кейін оң жақ мықын аймағына келгеннен кейін осы жерде балада ауырсыну болуы мүмкін. Егер ауырсыну болатын болса, жедел аппендициттің белгісі Филатов симптомы оң мәнді деген сөз. Осылай қолымызды алмай тұрып, тағы да тереңірек енгіземіз, дем аламыз, дем шығарамыз. Осындай кезде Шөткен-Блюмберг симптомын анықтаймыз. Осылай басып тұрған кезде балада ауырсыну басылған сияқты болады. Одан кейін қолымызды бірден тартып алып қалған кезде іште қатты ауырсыну байқалады, күшейеді ауырсыну. Бұл бізде Шөткен-Блюмберг симптомының оң мәнді екенін көрсетеді.